16 жасқа толған балаларға арналған. Жалған дін жарға жықта, темір торға тоғытта. Жастайынан дінге бет бұрып, өздігінен ілім іздеген Мұхамбетқали Өшібаевтың өмірі өзге арнаға бұрылды. Ғаламторды шарлап, жиһад деген жалаң насихат оны қатыгез жанға айналдырды. 2016 жылы намаз оқи бастадым. Және ол намаз оқи бастаған кезде ол мазхабпен емес, теріс ағыммен намаз оқыдым. Ғаламтор арқылы және сол дінді түсінбегендіктен надандықтың кесірінен болды. Кітаптардың арасы сол «Три основы» дейді, Ибн Таймияның кітаптары болды арасында. Жас жігіт күн өткен сайын өзінің құрдымға кетіп бара жатқанын байқамады. Оның ендігі ойы ел ішінде ойранды салып, терроризм әрекеттерін іске асыру болды. Онымен қоймай, Шам еліне барып, қолына қару алуды да мақсат етті. Сирияға баратын ой болды менде. Башынан Сирияға барып сол соғыстың етіп, ондай ойлар болды. Және ол жақта енді сол уақыттарды неткен кезде дұрыс деп білдім, соны бардым. Сынаған нәрсені дұрыс деп білдім, ақиқат деп ойладым, соны бардым. Және ол жаққа барып, ондай ниеттер ойлар болды менде. Осы Қазақстан ішінде теракт дейді ғой, сондай теракт жасау ниеті болды. Теракт жасап, бір сөзбен соғысу деген сияқты. Соғысу, жарып жүру деген сияқты. Мұхамбетқали айналасындағы адамдардың барлығын кәпірге санады. Өзімен ниеттес болмағандарды жауына балады. Тіпті мешіт имамдарының өзін адасушылар қатарына қосты. Сол кезде көзқарастағы нелер мен молдаларды адасуда деп ойладым. Бәрін менсінбей өзімше. Қазір осы жаққа келіп, тілдесіп, сұрап білмейтін нәрсені. Олар бізге түсіндіріп сабақ алып, сол арқылы барлық не етеді бізге, түсіндіреді жаңағы. Қателіктерімізді, адасқан жерлерімізді. Енді өкініш бар. Соқыр сенімнің соңынан ерген оның көздегені бола қоймады. Бейбіт елге бүлік салмақ болғандығы дер кезінде анықталып қолына кісен салынды. Сот оны 8 жылға түрмеге тоғытты. 7 жыл енді аласы. Қателіктен үзіп, бұрынғы теріс ағымдардан, теріс көзқарастардан бас тартып, өзім мазхабпен намаз оқып, мазхабты ұстанып, дұрыс дәстүрді ұстанып, тура жолдан етіп. Қазақ ислам түсіну енді бейбітшілік, енді мойынсыну деген мағына ғой, ислам деген. Енді ислам қазір енді ислам әлі күнге дейін нетеді ғой, дін жеткізеді ғой, жеткізеді, бірақ дін ешқандай зорлық жоқ қой. Дінді қазір бейбітшілік, мойынсыну, ата-ана жақсылық, құрал ақылшылық ету, ата-ананы сыйлау, ата-ана жақсы жасау, жақсы амалдар істеп, жаман амалдардан бас тарту. Өкініш.